Сәлем достар, мына құрғақ кеспемнің рецептісімен бөліскім келеді. Видеоның соңына дейін қарап, лайк қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де таныштарыңызға да жіберіп отырыңыздар, мені қолдап жіберіңіздер. Әуелі қазанымызды қыздырып алып, ішіне шімшік май құйып, етімізді жуып, осылай қызып тұрған қазанда пісіреміз. Менікі жасмалдық болған соң 1 сағат жарымның ішінде пісіп қалады. Қуырамыз осылай. Етіміз піскенше осылай қамырымызды дайындап аламыз. Енді ішіне керекті жаңағыдай рецепті төменге описанияға жазып қоямын. Төмен описаниядан қарарсыздар. 1 кесе су, 2 жұмыртқамызды салып, дәміне қарай тұзын салып, қолымызбен илейміз. Әуелі қасықтың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен илеп, қатайтып илейміз. Осылай қамырымызды илеп, салфанға салып, демалтып қоямыз. Одан кейін биязын, морковын, шамалы томатын салып қуырамыз. Одан кейін осылай іңкәрімізді оқтауға не істейміз, іңкәр жаямыз оқтаумен. Не айтарымды ұмытып қалып жатырмын ба? Қасымда 2 қызым көмектесіп жатыр. Мен де істеймін деп. Осылай қамырымызды күзетіп жайып, одан кейін морковтары піседі-ау дегенде картошкасын саламыз. Алдын ала дайындап қоясыздар. Картошкасын аршып, морковын аршып, турап осылай жуып қазанымызға саламыз. Үстінде дәміне қарай саламыз. Одан кейін дәміне қарай бұрышын, жаңағыдай приправа болса, соларды салуға болады. Сосын 1 кесе суымызды құйып, қайнатамыз. Одан кейін осылай кеспелерімді осылай тураймыз. Әдемілеп, одан кейін қайнап тұрған осылай қазанның ішіне осылай салып қоямыз. Жабыспайды ешқандай да. Піскеннен кейін осылай бір где-то 45 минутта, 30 минут, 45 минуттай пісіріп аламыз. Осылай жабыспай, күшті әдемі болып пісіп шыға келеді. Осылай ыдысымызға жайғастырамыз. Әуелі іңкәрлімізді, кеспемізді. Одан кейін үстіне жаңағы етімізді, картошкамызды осылай салып шығамыз әдемілеп. Ас болсын. Бұл видеоны сіздер үшін дайындадым. Мені қолдап, осылай пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Лайк қойып қойыңыздар. Рахмет сіздерге көп-көп қарағандарыңызға. Осылай күшті әдемі болып, іңкәрлері жабыспай әдемі болып піседі. Күшті. Сау болыңыздар, сіздермен болған мен Сұлу.